Қымбатты көрермен, Түркістан телеарнасында құтты қонақ Айдары, біздің бүгінгі Айдарымыздың қонағы Бақыт Нұрпейіс ханым, өнертану докторы, профессор, сондай-ақ дәл осы аталмыш фестивальдің қазылар алқасының төрайымы. Ендеше Бақыт ханым, ең алдымен рухани шаһарға қош келдіңіз дейміз. Дәл осы өтіп жатқан фестиваль аясындағы өзіңіздің алған әсеріңізбен бөліссеңіз. Біз осы үшінші күн бүгін Райымбек Сейтметов атындағы республикалық театр фестивалі өткізіліп жатыр Түркістан қаласында. Яғни бұл түркі дүниесінің алтын бесігі. Біз өте қуаныштымыз. Бір ұлы ақындардың сөзі бар ғой, Түркістанда туғаныма мақтанам деп. Сол біз Түркістанда туғанымыз үшін емес, Түркістанға келгенімізге мақтан тұтамыз. Өйткені шын мәнісінде жаңарған, жасарған Түркістанда қазіргі кезде көзіміз көріп, марқайып жатырмыз. Ал енді бұл республикалық театр фестивалінің маңызы өте зор. Өйткені еліміздің ұлы тұлғасы, мынау қазақ руханиятына мол еңбек сіңірген, өзі актер болған, әрі режиссер, ұлы ұстазымыз Райымбек Сейтметов осы қазақ өнерінің өркендеуіне бүкіл ғұмырын арнаған ірі тұлғаларымыздың бірі. Сондықтан да қазіргі театр фестивалінде республикамыздың әртүрлі аймақтарынан 11 театр ұжымы өзінің өнерін көрсетіп жатыр. Фестивальға қатысып жатқан театр ұжымдарының жұмысын қарап отырған кезде біз жаңа жас буын актерлардың өсіп келе жатқан куәсі болып отырмыз. Режиссурадағы жаңалықтарды көріп тамашалап отырмыз. Бұның бәрі бүгінгі кезде қазіргі театр өнерінде үлкен жаңалықтар болып жатқандығын куәсі болып отырмыз. Жеке бізге емес, бүткіл Түркістан көрермендері осы алтын шаңырақтың ішінде, киелі шаңырақтың ішінде қаншама өнер ұжымдарының бүгінгі таңда қалай дамып бара жатқандығының куәсі болып отыр. Сондықтан да бұл фестивальдің жалпы қазақ өнер үшін өте маңызды фестивальдердің бірі деп есептейміз. Бұл республикамыздағы ең үлкен мәдени оқиғалардың бірі деп қабылдаймыз. Және басқа жерде емес, осы Түркістандай үлкен қаламызда, жаңарған, жасарған қаламызда өтіп жатуы бұл жай кездейсоқтық деп есептемейміз. Өйткені қазіргі кезде осы Түркістан қаласының әр күні бір өнер мерекесі өткізіліп жатады. Бұл солай болу керек. Бұл өйткені түркі дүниесінің алтын бесігі де бекер айтылмаған. Қаншама осы киелі топырақта ұлыларымыздың сүйегі қалған, сол бізге бір ерекше рух береді. Бұл фестивальға қатысушыларда өте жоғары көңіл күйде, өйткені қасиетті топырағымыз желеп, жебеп, сондай күш беріп жатқанын сезініп жүрміз. Сондықтан да болашақта бұл театр фестивалі жалғасын табады деп сенеміз. Өйткені Райымбек ағаның есімі қазақ деген халық бар кезде ешқашанда өшпейді деген сенімдеміз. Тек қана жақсылықтар болсын, өркендей берсін, Түркістан өңірі жаңарып, жасара берсін деп тілейміз. Түркістандық көрермендер қалай қабылдауда театрларды, қойылымдарды? Енді жалпы көрермендер қандай спектакль болсын, өзінің ең бірінші кезекте эмоциялық қабылдауын көрсетеді. Ал біз кәсіби театр сыншылары болғандықтан да біз еш уақытта да көрермендердің қабылдауыменен көп кездерде санаса бермейміз. Өйткені бұл жерде кәсіби актерлік өнер, кәсіби режиссурасы мәселесі сынға түсетін кезде бұл кәсібилікке ерекше мән береміз.